Сәлем достар. Бүгін біз мына алдымызда тұрған тәттілердің суретін қағаз бетіне түсіретін боламыз. Бұл жердегі басты мақсат, басты шартымыз бізге 10 минут уақыт беріледі. 10 минуттың ішінде біз мына тұрған 10 тәттінің максималды санын мынау қағаз бетіне түсіріп үлгеруіміз керек. Кім 10 минуттың ішінде тәттілердің біразын қағазға түсіріп және ол сапалы түрде бейнеленген болса қағазда, сол бізде арамызда жеңіске жететін болады. Яғни burada бізге 3 орын беріледі. Бірінші орын алған адамға ең алғашқы 3 тәттіні таңдау мүмкіндігі беріледі. Ол өзіне ұнаған заттарын таңдап алады. Одан кейін екінші орын алған өзіне ұнаған заттарын, үшінші орын алған өзіне ұнаған заттарын алады. Ал төртінші орынға бізде соңында бір сыйлық қалады. Яғни ол сыйлығымыз ол төртінші орын алған адамға ынталандыру сыйлығы ретінде беріледі. Бұл жерде бұл челленджге қатысып отырған менің қыздарым Аиша және Медина, ұлым Исмаил және де папамыз Данияр. Так, біз дайын болсақ бастайық. Кім қандай суреттен бастайды бірінші? мен Лейс. Лейс бастайды. Исмаил, сен қандайдан бастайсың? Ориодан бастайды. Медина сен? M&M'стен бастайды. Ал мен өзім достар, мына мольберт тақтасына салатын боламын. Мен Қазақстан шоколадынан бастайын. Достар, тағы да айтып кететін бір мәселе, шартымызда бізде берілген бір парақ қана қағаз пайдаланылады. Сыймаған жағдайда оның артқы жағында пайдаланса болады. Одан кейін
достар, біздің сурет салу уақытымыз осымен аяқталды. Бізге берілген уақыт тәмам. Так, Айша тоқтатамыз, Медина тоқтатамыз. Еще тоқтатамыз, Исмаил, тоқтаймыз, болды. Біз салып болдық суретімізді. Енді ничего, нормально барлығы. Еще ничего, нормально. Барлығымызға қазір сыйлық бұйырады. Ешқандай нәрсе жоқ. Мына менің салғаным, достар. Енді бұл жерде ешқайсымыз суретші емеспіз. Қатты сөкпеңіздер. Максимально қолымыздан келгеннің барлығын жасадық 10 минуттың ішінде. Ал енді жеке-жеке барлық суретке тоқталып өтейік. Так, Медина қызымның салған суреті. Медина қызым бұл жерде ММД'міз. Және де мынау қазақстанский шоколад салып бастаған екен, бірақ бітпей қалыпты. Бұл жерде енді айтуға кету керек. Қазақстанский шоколадтағы карта онша құсамай қалыпты. Е? Картасы құсамай қалыпты. Тұзым боялмай қалыпты. Керексіз жердің барлығы жазылмай қалыпты. Тек қазақстанский деген. Самый главный Қазақстан деген сөз жазылыпты. Так, одан кейінгі сурет. Так, Айша қызымда. Мынау бірінші суретін қандай, Айша? Мынау лейс. Мынау лейс екен. Одан кейінгі? Казахстанский. Казахстанский шоколад. Третий, вот это бабл, на фруктовый. Так, бабл дегеніміз. Ана, бабл рошен деген, мынау шоколадымыз, достар. Мынау шоколадымыз. Одан кейін үшіншісі, төртіншісі? Төртінші фрутелла. Фрутелла. Фрутелламызда что-то анық құсамаған, достар, Қарасаңыздар анық құсамай қалыпты. Бояулары жетпей тұр ма? Жазуы фрутелла деген ең басты сөзі қызыл болу керек пе еді. Өзі құсап қалып жүреді. Одан кейінгі ұлым Исмаилдың суреті. Исмаил балам Орео суретін бастаған екен. Барлықтарың бір бетіне ғана салдыңдар ма, Айша, сендерде? Да, бір бетіне. Так, Исмаил ұлымның суреті. Енді осы қатысушыларымыздың ішіндегі ең кішкентай осы Исмаил. Жасы небәрі 4-те. Негізі өзінің фантазиясымен Спайдерменнің суреттерін жақсы салатын еді. Енді бұл жолы Орео келіп қалыпты, енді Ореосы дұрыс шықпай қалыпты, бірақ қатты сөкпейміз. Жақсы шыққан ғой еще, Жақсы шықты. 4 года хуже не вырос. Міне, күшті қылып салған сияқты мен ойымша. Менің ұлым. Міне Орео. Так, одан кейін менің суретіме келейік енді, достар. Бірінші тұрған Қазақстанский премиум Баян сұлудікі. Одан кейінгі фрутелла. Енді менікі де бір қатты асып тұрған жоқ. Одан кейін мынау Барни. Мынау Барниға ұқсатқан түрім ғой. Барни. Одан кейін мынау фрутканы бастап, мен де аяқтап үлгере алмай қалдым. Жалпы осы. Ты тоже 4, да, нарисовал? Төртеуін салдым. Я тоже так. Бірақ мына төртінші мүлдем үлгермеген күйге қалып қойдым ғой енді. Тек жазуын жазып үлгердім, основной жазуын. Так, достар. Енді біз арамыздан жеңімпаз таңдайық. Мына банан салғанда болатын еді біреуіміз, да? Да. Ең супер питательный тамақтардың біреуі ғой мынау. Нағыз витамин. Давайте. Енді кім қай орынды алды екен? Ал, Айша, сен қалай ойлайсың? Второе, первое. Думаю, второе. Бірінші орынды кім алды? Сеніңше кім? Бірінші орын кімге бересің? Кімнің суреті жақсы шықты? Исмаилдікі ма, Мединаныкі ма, менікі ма, әлде өзіңдікі ма? Знаю. Свой. Айшаныкі ма? Или твой. Так. Твой или свой. Потому что у тебя короткая форма классная получилась. Күшті шықты ма менде? Я так не могу. Енді достар, мен өзім бір мақтанғаным емес, бірақ менің өзім суретім барлығының ішінен ең жақсысы сияқты болып көрініп тұр. Мен бірақ бірінші орынды өзіме емес, мен Айша қызыма берейін. Айша, сен көп сурет салып үлгердің, және енді біразын бояп та үлгерген. Айша, өзіңе ең қатты ұнайтын 3 таттыңды таңдап ал. Все раз еще поделюсь. Ага. Қай жанымызы. Содан кейін қайсы? Еще қайсыңыз?
Қайсысын аласың? Таңдашы еще, сен қайсысын жақсы көресің? Қайсысын жегің келеді? Мармелад. Мармелад? Мармелад алып беремін. Иә, молодец. Қазір мармеладын саған береді. Я қазір мармелад саған беремін. Иә. Сен алып аласың. Одан кейінгі орынды кімге береміз? Медина? Исмаил? Айша? Одан кейінгі орынды кімдікі деп ойлайсың? Твой. Не так думаю. Енді мен бұл жерден мен алайын, осы орынды. Оған мен өзіме мынау банан қатты ұнайды енді достар, өзіме. Банан қатты ұнайды. Бананды үнемі жеп тұрам, балдарыма да алып беріп тұрам үнемі. Бізден банан дастарханымызда әрдайым болады, үзілмейді. Біз ол өте жақсы, атамыз да, папамыз да жақсы көреді бананды. Сол себептен бананды аламын. Так, одан кейін Қазақстанскийді аласың білемін. давай мен қазақстанский шоколадты алайын. Достар. Так, одан кейін мынау біз үнемі мынау завтракқа осындай кукурузды жейміз. Үнемі сүтпен араластырып осыны алайын. Осы 3 сатты алайын. Одан кейінгі орынды енді біз Медина қызыма берейік, Медина енді еңбегі бар, бояған. Прямо ана екінші суретті де салып бастады енді. Мне нравится очень. Ана ММДМСті жақсы салған. Медина, сен өзіңе керегін таңдап ал. Өзіңе керегін таңдап Три ал. возьми. 3 сатты ал. Компотай. Содан кейін Барни. Барни алды. Бізге енді Исмаилға Орео бұйырып тұр. Енді ынталандыру сыйлығы ретінде ғой. Содан кейін Айша қызымыз. Айша, сен өзіңнің жаңағы мармеладыңды Исмаилға бер. Мен Қазақстанды алғысы келіп тұр екен, олым. Берейін мен оны. Қалай бермейсің? Молодец, Исмаил, молодец. И Орео ему приз, да? Ему приз. Да. Еще Орео сенікі де. Міне бүгінгі челленджіміз осымен аяқталды, достар. Барлықтарыңыз бізбен болғандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Ал достар, осымен бүгінгі челленджіміз өз мәресіне жетті. Арамыздан жеңімпаздар анықталып, өз сыйлықтарын бөліп алды. Біздің каналымызға міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер, қолдап қойыңыздар, комментарий жазып, лайк басып қойыңыздар. Комментарийға міндетті түрде достар өздеріңізге ұнайтын тәттілердің атауларын жазыңыздар. Осы жердегі бар тәттілер болсын, өздеріңе ұнайтын басқа да тәттілер болсын, міндетті түрде атауларын жазыңыздар. Алдағы уақытта сондай тәттілер туралы біз көптеп видео сіздер үшін түсіретін боламыз. Сау болыңыздар. Sağ olun.